Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерден балалықтан келе жатқан орешкенің істебін көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа, 200 грамм сары май, қопсытқыш және қант қажет болады. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне сұйық сары майды қоямыз. Барлығын жақсылап араластырып, қантын ертеміз. Сосын ұнымызға бөлек қопсытқышты қосып, өзін бөлек араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызға ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне біздің қамыр дайын. Енді қамырымызды сол мезетте сразу қолдана берсек болады. Немесе бетін жауып 15 минут 20 минутқа қалдырсақ та болады. Демін алғанша. Одан кейін біз кішкене ғана шай қасықпен алып, кішкене етіп дөңгелектеп шығамыз. Яғни біздің орешкенің қалыбына біздің қамырымыз сыйып тұруы қажет. Сондай көлемде аласыздар. Енді қамырлардың барлығын алып, қалжанаға орешке пісіретін пешімізге салып, барлығын бірдеңдеп салып, бетін жақсылап жауып, шамамен 2-3 минуттың ішінде пісіп қалады. Барлық қамырларды осылай пісіріп аламыз. Міне біздің орешкеларымыз дайын. Енді оның ішіне біз вареный сгущенканы пайдаланамын. Әрқайсының ішіне вареный сгущенканы шай қасықпен алып отырып, ішіне салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жаңғақты қойып, орехты салып, бетін жауып, шайға ұсынсаңыздар болады. Достар, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және де менің арнама тіркеліп, алдағы одан да жақсы рецептердің видеосын жіберіп алмаңыздар.